Тақырып: Қазақстандағы әлеуметтік топтар. Туынды сөз. Қазақстандағы әлеуметтік топтар қоғамның ішіндегі белгілі бір ортақ белгілері, құндылықтары, әлеуметтік жағдайлары, материалдық мүмкіндіктері, кәсібі мен білім деңгейі ұқсас адамдардың жиынтығы. Әлеуметтік топтар қоғамның құрылымын анықтайды, адамдардың қоғамдағы орнын, рөлін, мүмкіндіктерін көрсетеді. Туынды сөз. Сөзжасам саласының негізгі ұғымы. Қазақ тілінің сөздік құрамында қолданылып жүрген қазіргі атау сөздердің бәрі дерлік туынды атаулар. Қазіргі қазақ тіліндегі бір буынды ат, ақ, су, жақ, тау, тағы да басқа атаулардың өзі туынды сөз ретінде танылады. Бұл сөздер тұлғалық жағынан өзгермегенмен, мағыналық құрылымы семантикалық сөзжасам негізінде дамыған. Сондықтан да бұл атаулар іштей көп мағыналылыққа, антонимдік сыңарлар мен синонимдік қатарларға жіктеледі. Тақырып бойынша сұрақтар мен тапсырмалар. Тақырыпқа арналған сұрақтар мен тапсырмалар. Бірінші тапсырма. Жұрнақты тану, қоғам, қоғамдық, қоғамшыл. Дескриптор туынды сөзді таниды, қандай жұрнақ жалғанғанын айтады. Екінші тапсырма. Әлеуметтік топ атауынан жаңа сөз жасау. Жастар, жастарша, жастарлық. Дескриптор жұрнақты дұрыс қояды, екі жаңа сөз айтады. Үшінші тапсырма. Әлеуметтік топтарды ауызша сипаттау. Мысалы, жастар, зейнеткерлер, жұмысшылар. Дескриптор әр топқа бір сөйлем айтады. Сипаттауда туынды сөз қолданылады.